Ассаламағалейкум. Мінекей Рамазан айы бізге қол бұлғап шақырып тұр. Ал сіз биыл ең алғаш рет ораза ұстамақсыз. Бір күн, бір апта емес, бір ай бойы азаннан кешке дейін сусыз тамақсыз қалай шыдай алам? Мінекей осы сұрақ ойыңызға жиі оралады. Екінші жағынан Құдайға құлшылық етіп мол сауапқа да кенелгіңіз келеді. Бұл тығырықтан қалай шығамыз? Бүгін біз бағдарламамызда алғаш рет ораза ұстаушы адамның құлшылығын жеңілдететін кеңестерді тілге тиек ететін боламыз. Ең үлкен жұбаныш бұл оразаны сізге дейін миллиондардың ұстағандығын ұмытпаңыз. Және Алла қаласа, сізден кейінде миллиондаған адам жалғастырады. Және олардың бәрі бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Алдыңызда қандай да бір қиындық шықса, мұны сіз ғана көріп тұрсыз деген сөз емес. Бұл тығырықтарға көптеген адам тап болды және шешімін тапты. Ал ораза ұстаушыға берілетін сыйдың қаншалықты екенін сезінген адам үшін күннің ыстығы да, қарнының аштығы да кедергі бола алмайды. Алла субханала тағала бұл айда бізге өзінің берекетімен бірге бір үлкен бір көмегін бермек. Ол мынау пайғамбарымыздың хадисінде келген шайтандардың кісенделуі. Себебі бұл нәрсе біздің нәпсімізді тыюда үлкен бір көмек болады. Алла тағала ол кешірімді, Алла мейірімді, Алла рахымды, Алла жақсы көрген сүйген қолын тозақта жандыруды қаламайды. Сондықтан Алла бізге күнәмізден тазару үшін осындай мол мүмкіндігі мол Рамазанды сізбен бізге нәсіп етті. Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ораза Алланың құлы, онымен оттан қорғанатын қалқан деген. Биыл ораза ең ұзақ әрі ең ыстық мерзімге түсіп тұр. Шыдай алмаймын деген ой маза бермей жатса, тыңдаңыз. Аштыққа қалай қанша уақытқа шыдауға болады дегенде сұрақ туады. Бұл адамның психологиясына байланысты нәрсе. Алла тағала бізге аштықты бермесін. Негізінен аштыққа, тамаққа, сусыз тамаққа, суға шыдау қиын. Ал аштыққа бір айға дейін шыдауға болады. Ғалымдар адамның қарнында өз денесін 2 тәулік бойы алып жүруге жеткілікті деңгейде тамақ болатынын дәлелдеген екен. Осы тұста онда неге адамның қарны ашады деген заңды сұрақ туады. Расында неге? Өте дарынды ғалым академик Павлов иттерге мынадай бір тәжірибелік эксперимент жасады. Иттерге уақытылы тамағын беріп, солың кезінде иттің ағзасында, асқазанда қандай өзгерістер болып жатқанын тексерді. Итке бірде тамақ уақытысында бермеген, сағат 1-де. Сонан кейін қараса, сол уақытта иттің ағзада тұз қышқылы көп шығатын болған. Тұз қышқылы көп шыққандан кейін тамақ керек деп неткен. Сондықтан да бүгінгі күні ол мидан түсіп тұрған нәрсе, ол аштықтан емес, тамақ ішкісі келіп тұрған жоқ. Ол мидан информация беріп тұр. Соляный кислота осы уақытта бізге тамақ беретін еді ғой, осы уақытта біз тұз қышқылын шығаратын едік қой деп шығарып тұр. Тұз қышқылы шыққандан кейін адамның аппетиті ашылады. Жаңағы неге біздер тұздалған қиярды, тұздалған помидорды жегеннен кейін біздің аранымыз ашылады. Сол сықылда адамның араны ашылып кетеді. Демек, адам ашығып бара жатқандықтан емес, ең әуелі жүйелі келетін тамақтың келмей қалғандығынан қиналады. Ең бастысы, тамақ ішуім керек еді деген ой аштыққа адамды шыдатпай деген. Есіңізде болсын, Алла тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Асқазанға көп тағам қабылдауға да болмайды. Тағам қабылдауға болмайтыны ауызашар кезінде кейде біз артық тамақ ішіп қоямыз. Оның өзі қиын болады. Неге қиын болады? Асты қорыту үшін барлық қан асқазанға жиналады. Мида қан азайып кетеді. Себебі бәрі бір тамырменен. Жүректен бірден көтеріледі миға, мидан асқазанға келеді. Сондықтан себебінен жаңағы тамақты аз-аздан қабылдап барып асқазанды толтыруға болады. Тәнімізге пайдасы
бұл ғылым да бүгінгі таңда дәлелдеп жатыр. Адам баласы қатты тойып жүрсе де жалқаулыққа салынады, қатты тойып кетсе де бір ойлау қабілеті шамалы төмендейді. Тіпті мынау шариғатта 5 нәрседе үкім шығаруға болмайды дейді. Соның бірі қатты тойып тұрған кезде. Өйткені адам баласы дұрыс шешім қабылдай алмай қалады дейді. Қатты аш болсаң да ол уақытта да болмайды. Ал енді ораза бұл Алла субхану ва тағала бір 24 сағат қылып қойған жоқ бізге. Тек қана күндізгі, таңның атысынан күннің батысына дейін. Ал бұл 2 сағатты алып қарайтын болсақ, мейлі әлемнің ең қиын деген жерлердің өзінде 20 сағатқа ғана барады. Дұрыс дәрежеде ас қорыту жұмысы жүру үшін асқазанда бір бөлігінде ас болу керек, бір бөлігінде су болу керек, бір бөлігінде ауа болу керек. Асқазанды толтырғандан кейін біз сондай бір жақсы күйге келеміз. Неге? Асқазанда сол уақытта тамақтан алған ләззаттан шығатын бақыт гормоны бар. Эндорфины дейді. Эндорфин дегеніміз, эндо деген ішіміздегі, морфи деген морфи. Сол тамақты іше беретін себебіміз сол жаңағы өзіміздің бақыт гормонымызды көп бөлініп шықса екен деп қалыптасып кетеді соған. Ал егерде тәуелділік, асқа тәуелділік пайда болады. Егер бұл сіздің ең алғашқы оразаңыз болса, бірнеше жыл бойы Рамазан оразасын ұстап жүрген білімді, салиқалы кісілермен сұхбат құрыңыз. Кеңес сұраңыз. Оразаны дұрыс тұтудың жолдарымен танысыңыз. Мешіт имамына барып, сұрақтарыңызға жауап іздеңіз. Адам аш болған кезде өмірде өзімен қатарлас өмір сүріп жүрген жағдайы жоқ адамдардың жағдайын түсіне бастайды. Қасына келіп, алақан жайып, тамаққа ақша сұраған кезде ораза ұстамаған адам мүмкін оны түсінбейтін шығар. Бұл жай әшейін сұрап жүр ғой деп. Ал ұстаған адам өзінің басынан өткізгеннен кейін оны түсінеді, аштықтың қандай екендігін сезінеді. Намаздарыңызға бекем болыңыз. Түнгі намаздарды және қосымша нәпіл ғибадаттарды ара тұра кешкісін таң сәріде мешітке бас сұғуды әдетіңізге айналдырыңыз. Себебі ертең ораза келгенде тарауих намазға баруыңызға бейімделесіз, дағдыланасыз. Күн тәртібіңізді біртіндеп өзгерте бастаңыз. Себебі Рамазан айында күн тәртібіңіз күрт өзгереді. Тамақты басқа уақытта ішіп ерте оянасыз. Асқазаныңызды таңертең тамақ ішпеуге үйретіңіз. Ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Бұрын соңды дүниелік шаруаларыңызға көп уақыт бөлсеңіз, енді кітап оқып рухани жаттығуларға орын босату керек болады. Теледидар мен ғаламторда отыруды сүйушілерден болсаңыз, осы бастан бастап аздап шекара қоя біліңіз. Себебі Рамазан қайтып орала бермейтін ұлы нығметтерден. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Кімде-кім ораза ұстаған күйінде дүние салса, жәннатқа кіреді деген. Рамазан айында жаңағы айттық, шайтандар байланған кезде тек нәпсісін тежей алса болды, басқа да қисық қылықты іс-әрекеттерін жасап жүрген. Мысалы, солардың бірін өтірікті алып қарайтын болсақ. Өтірік тек қана айту емес, оны жүзеге асыру да, оған өтірік куәлік беру, өтірікке қатысты іс-әрекеттердің барлығынан да арылуға бір үлкен мүмкіншілік бар. Ораза ұстаған кезде адам күнәлардан арылуға көмек. Осы айда жаман қылықтардан, темекі, арақ сынды тіпті үлкен харам істерден арылуға мүмкіншілік. Байқасаңыздар, қазақ халқы ораза өтіп асын, сосын той істейміз дейді. Бұл да болса аз болса да жаңағы арақ беріп күнә істеп қоймайықшы дегені. Құдай қаласа сонымен мүлдем арақсыз, ары қарай дастархандары арақсыз болып кетеді деген үміттеміз. Иә, 30 күн шыдап берсеңіз, берекені кетіретін түтінді де тастап кетесіз. Дегенмен темекіні Алланың оны харам еткендігінің себебінен, Алланың азабынан қорқып қойсаңыз, сауаптың астында қаласыз. Әрі темекіні қайтып шегіп кету қаупі де аз болады. Ораза мен Құран Алланың құлына қиямет күні шапағатшы болады. Ораза: «Я Раббым, мен оны күндіз тағам мен сусыннан құр қалдырдым. Ендеше оған шапағат етуіме рұқсат бере көр» дейді. Ал Құран: «Я Раббым, мен оны түнде ұйқысынан айырдым. Ендеше оған шапағат етуіме рұқсат бере көр» дейді. Сонда олардың шапағаттары қанағаттандырылады деген. Алла елшісі осы оразада Жәбірәйіл періштемен бүкіл Құранды бастан аяқ хатым етіп оқып шығады екен. Бізде сол пайғамбардың ұрпағы ретінде қолымыздан келгенше Фатихадан бастап Нәс сүресіне дейін 114 сүрені осы ұлы болған Рамазан айында оқып шықсақ, қазақшасын, арабшасын оқып амал етсек, қандай
жақсы. Тіпті тәжвидті үйреніп, мына асыл арнада жақсы бағдарламалар бар, 20 күнде Құранды үйрететін. Солармен қарап отырып, үйде отырып, асыл арнаны ұстап үйренсе де қандай жақсы. Сондықтан Алла Тағала айтады, бір қауым өзін өзгертпейінше, мен оларды өзгертпеймін дейді. Міне өзгеруге үлкен, ұлы мүмкіндік туып тұр. Кемел адам боп қалыптасуыңызға кедергі келтіретін кесірлі кертартпа әрекеттерден арылудың ең ұлы мүмкіндігі ол Рамазан. Бұл турасында ақын Серікқали сауаптар еселенер Рамазаннан әркім өз ісіне сай бағалады. Әр минут, әр сағатын қалт жібермей пайдасын алып қалсақ жарағаны. Әйтпесем, құраштыққа алданғаннан нәпсіге келмес көптің шамалары, не пайда қасиетті айда Алла менен байланыс түзелмесе арадағы деп түйіндеген еді. Демек кім Рамазанда ниетін адамдардың разылығынан салмақ тастаймын деген сияқты бөтен ойлардан тазалап, тек Алланың екі дүниедегі сауабын үміт етіп ораза ұстаса, ол адамның өткен күнәлары кешіріледі. Ал риядан аман болып, ықыласпен ораза тұтудың маңызы туралы ақын Серікқали былай деп толғанды. Оразаны сөз етіп шулап адам, денсаулыққа пайда деп уралаған, саулықты емес бауырлар, сауапты ойлап, алдымен ниетіңді туралап ал. Шайқаспасақ бір хаққа сыйынып ап, шайтан жығар бізді бір шиырып ақ. Оразада түгемес су мен тамақ, сөз бен көзден тыйылу қиынырақ. Күн кешіп адам деген атқа лайық, бірімізден бақтабайық. Ыстық сезім туады жылы сөзден, сондықтан салқындықтан сақтанайық. Рамазан Құран айы, мүбәрәк ай, болайық әрбіріміз ғұламадай, Құранға бойлап еніп шын батайық, сыртынан сырғи өтіп сығаламай. Еркелеп еркінсінген шіркін дәурен, жоғалып күн ертең ақ жолда қалар. Барымды бүгінгі күн қарыштайын, бұл бәлкім болар менің соңғы оразам. Кімдегім Рамазан айында Алланың сыйына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Арнайы дұғаларды жаттаңыз. Рамазан дұға айы. Ауызашар сәтте айтылған дұғалар қайтарылмайды. Дәл осы сәтте кітап іздеп кетпес үшін жолыңыздың ашылғанын сұрайтын, дүниеңізге береке әкелетін, ойыңызда жүрген арман тілектердің Құран мен сүннетте келетін нұсқасын жаттай бастаңыз. Егер жаттамасаңыз, кітапқа қарап жасай берсеңіз де болады. Ауызашарда айтылатын дұғаны да жаттауды ұмытпаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы және күйеу баласы Али радиаллаху анху жаттау қабілетін күшейткісі келген адамға 3 түрлі өсиет айтқан екен. Соның бірі де осы ораза ұстау дейді. Алла Тағала осындай ұлы мүмкіндікті өзінің тек қана жақсы көрген, сүйген құлына ғана нәсіп етеді. Иншалла осындай қасиетті ұлы Рамазан айында біз өзгеруге ниеттеніп, жаратқанға, жақсылыққа бір қадам жақындауымыз керек. Бұрын соңды мешітке бармасақ, бүкіл таң құфтан намаздарды мешітте оқуға тырысу керек. Нәпіл ғибадаттарды, нәпіл құлшылықтарды, нәпіл намаздарымызды бір Алланың разылығы үшін біздер күшейтуіміз керек, көбейтуіміз керек, арттыруымыз керек. Осы қасиетті Құран айында біз неге Алланың сөзі Құранды оқып, Құдаймен қарым-қатынасымызды түземеске, жақсартпасқа? Ислам дініндегі оразаның кереметтігі адамды адам қылып, оның дәрежесін үлкейтіп, Аллаға шүкіршілік жасатып, құлшылық жасатып, бұл дүниені де ойлап, о дүниені де ойлап, өзінің нағыз жаңағы бір ерекше басқа 18 мың ғалам ішінде жаратқан бір тұлға екеніңді сездіретін бұл мектеп деп санаймын. Осы ораза көп адамға қарайтын болсақ, бір бастау. Бастай алмай жүрген кісілерге. Намазды оқы десең күніне 5 рет болғаннан кейін біраз қиналып жүреді адамдар. Оразаға келген кезде сәл үгіттеп жіберсең, бір-ақ ай қой, ұстай салайыншы деп бастайды, сонымен өмірі күрт өзгеріп кетеді. Сол үшін де мына екі ойлы болып жүрген көрермендерге, отандастарға айтқым келгені бастаңыз. Адам бір нәрсені бастамаса, оған ешқандай бір қолдау жан-жақтан таппайды. Дүниенің өзінде де. Ағайын туыстан да бір мен үй салатын жүре берсең ешкім көмектеспейді. Бастасаң, саған арғы жақтан мынау келеді, есігі келеді, терезесі келеді, сөйтіп басталып кетеді. Сол секілді Алла Тағала Құран кәрімде де бір қауым өзін өзгертпейінше мен оны өзгертпеймін дейді. Енді Алладан
сен үшін игілікті қалайсың, жақсылықты қалайсың, олай болса өзіңді өзгертуге бір алғашқы қадам жасау керек. Бастаған кезде Алла субханала тағала сенің басқа да қиыншылықтарыңды реттеп, жасай алмай жүрген, нәпсің жаңағы бой бермей жүрген үлкенде басқа да құлшылықтарға Алла тағала өзі жол ашады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ораза ұстаушы адамды қалтасында ешкімге көрінбейтін хош иісті әтірдің түйіншегі бар адамға теңеді. Себебі ол адам қоғамға тек қана жақсылық себет. Ол адам қоғамға шуағын шашады. Ол адаммен бірге болған адам зұлымдық атаулынан аман болады. Мінекей осындай жағдайда ғана ораза азаннан кешке дейін тамақ пен сусыннан тыйылу ғана емес, нағыз ораза болып есептелінеді. Алла тағала Рамазандағы құлшылықтарымызға сауаптан жазып күнәларымызды кешірсін.